Қайырлы күн, қадірменді оқырмандар. 2021 балалар әдебиеті жылы аясында ел болашағы білімді ұрпақ тақырыбындағы таным сағатты назарларыңызға ұсынамыз. Президентіміз балалар әдебиетіне ерекше мән беріп, тіл игеру үшін балалар әдебиетінің атқаратын рөлі зор. Сондықтан қазақ қаламгерлерінің үздік шығармаларына қоса, балаларға арналған шетел жазушыларының да таңдаулы туындыларын аударып, көптеп басып шығаруды және таратуды қолға алған жөн. Оған сұраныс та жоғары, деді. Президенттің бұл бастамасы Қазақстандағы кітапханалар мәртебесін арттырып, тұрғындардың күш-жүгерін, балалардың кітап оқуға құлшынысын арттыруға шақырды. Осы мақсатта Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі 2021 жылды Қазақстандағы балалар мен жасөспірімдердің кітап оқуын қолдау жылы деп жариялады. Осыған орай жылдың негізгі мақсаты балалар мен жасөспірімдердің арасында кітап оқу мәдениеті мен кітап оқу белсенділігін арттыру, кітап оқу мәртебесін көтеру және отбасылық кітап оқудың дәстүрін қолдау болып отыр.